Қайырлы күн, құрметті біздің Айым балабақшасының ата-аналары, қонақтары. Бүгін біз бәйтерек тобының тәрбиеленушісімен бірге бір тәжірибе жасап көрейік деп шештік. Бізбен бірге бәйтерек тобының тәрбиеленушісі. Атымыз? Айтөре менің атым. Менің атым Гаухар Ильясова, балабақша әдіскері және тәрбиешісі. Айтөре, қош келдің. Енді екеуміз бір керемет тәжірибе жасайық. Қалай ойлайсың, бүгінгі тәжірибеміз немен байланысты болмақ? Менің ойымша жұмыртқамен байланысты. Дұрыс айтасың. Бүгін бізде тәжірибемізге қажетті жұмыртқа, ас тұзы және 3 бірдей стакан. Бұл стакандағы судың мөлшері бірдей болу керек. Қане Айтөре, бірінші тәжірибемізді бастайық. Жұмыртқаға суды салып көрші, бірінші стаканға. Бәрекелді. Айтөре, не байқадың? Неге жұмыртқа батып кетті? Өйткені жұмыртқа ауыр. Дұрыс айтасың. Себебі судан да тығыз жұмыртқа болып тұр. Жұмыртқа тығыз болғандықтан суға батып кетті. Енді екінші стаканда Айтөре, біз жұмыртқаны бетіне шығару үшін қазір тәжірибе жасап көрейік. Ол үшін шамамен бір 10 стаканға 10 қасық тұз салып көр. Қане Айтөре? Екі, үш. Мен саған көмектесіп, араластыра берейін. Бұл жерде біздің стаканымыз тұз салған сайын түсі өзгеріп жатыр екен. Кейде тұз бірден ерімеуі мүмкін. Тез сал. Бәрекелді. Жарайсың. Енді араластыра қой. Жақсы. Енді Айтөре екінші стаканымызға біздің жұмыртқаны салып көре ғой. Бәрекелді. Айтөре, біздің жұмыртқамыз батқан жоқ. Неге деп ойлайсың? Өйткені жұмыртқа ауыр. Жұмыртқа ауыр. Бұл жерде қара, Айтөре, біздің жұмыртқадан қарағанда біздің суымыз тығыз. Осы суды тығыз қылған бізде тұз екен Айтөре. Қара, жай суға біздің жұмыртқамыз батып кетті. Ал бұл жерде судың тығыздығы жұмыртқадан қарағанда жеңіл, ал жұмыртқа судан ауыр болды. Мына жерде жұмыртқа жеңіл, судың тығыздығы ауыр болып тұр екен тұз салғандықтан. Бәрекелді. Енді үшінші стаканға Айтөре. Бізде мына ортасында жүру үшін және біз 10 қасық салдық. Енді бір шамамен 3 қасық салып көрейікші, ортасында жүзіп жүрем екен. Біреу. Наған басың? Екеу. Үшеу. Араластыра қой. Араластыра қой. Жұмыртқамызды салып көрейік, Қанекей, байқап көрейік. Бәрекелді. Айтөре, қарашы. Бұл жерде біз нені байқап тұрмыз? Мына жерде ортасында жүзіп жүр. Не себепті деп ойлайсың? Себебі Айтөре, бұл жерде мына сумен судың да жұмыртқаның да тығыздығы теңесті. Екеуінің тығыздығы бірдей болды екен. Қара, бірінші стаканда бізде судың тығыздығы аз, жұмыртқаның тығыздығы көп екен. Сол себепті жұмыртқа батып кетті. Біздің жұмыртқамыздың тығыздығы аз, судың тығыздығы көп. Қанша суға тұз салсақ, соншалықты оның тығыздығы жоғары болады екен Айтөре. Айтөре, бүгінгі саған біздің тәжірибеміз ұнады ма? Қатты ұнады. Енді бүгін балалармен бірге осы тәжірибені жасап көресіңдер топтарына барғанда, жарай ма? Саған ұнады деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар.